Бүгінгі сабақта компьютер жады туралы үйренеміз. Компьютер жады негізінен екіге бөлінеді. Ішкі жады және сыртқы жады. Ішкі жадына RAM, ROM және кеш жатады. Сыртқы жадына қатқыл диск, оптикалық диск, флеш жады және тағы да басқалары жатады. Ішкі жады RAM, ROM және кеш. Ішкі жадыға процессордың тікелей қол жеткізу мүмкіндігі бар, яғни процессор және ішкі жады тікелей бір-бірімен байланысты. Ішкі жады компьютер жұмыс істеп тұрған кезде процессорға қажетті деректерді сақтап отырады. Яғни кез келген ашылған программалардың барлығы осы ішкі жадыда сақталады десек болады. CPU, яғни процессор, сыртқы жадтан гөрі ішкі жадтағы деректерді жылдамырақ қол жеткізе алады. Қайтадан, ол процессор мен ішкі жадының байланысы туралы айтып отыр. RAM, жедел жад құрылғысы, Random Access Memory, жылдам есте сақтау құрылғысы аналық тақшада орналасады. Операциялық жүйені бағдарламаларды және компьютерді жұмыс істеп тұрған кезде CPU пайдаланатын деректердің барлығын RAM, яғни жедел жад құрылғысы уақытша сақтап тұрады екен. Компьютерді өшірген кезде RAM ішіндегі мәліметтер сақталмайды. Яғни тек қана жұмыс істеп тұрған уақытта ғана CPU RAM-нан мәліметтерді сақтап алып отырады, өңдеп отырады. Қатқыл дискіне қарағанда жылдам болып келеді. Көлем жағынан 4-32 гигабайт және одан да жоғары болуы мүмкін. ROM, тұрақты жад құрылғысы, Read Only Memory. Аналық тақшада орналасқан тек оқуға арналған кішігірім жады болып табылады. Яғни бұл жады ішіндегі ақпаратты еш өзгертуді және өшіруді қажет етпейді. ROM ішінде зауытта орнатылған BIOS программасы бар. Ол енгізу, шығару программалар жиынтығы болып табылады. Оның қызметі компьютер құрылғыларының арасындағы өзара әрекетті ұйымдастырушы. ROM көлемі шамамен 5-10 мегабайт. Кеш шағын және өте жылдам уақытша жады болып табылады. CPU-дің, яғни процессордың жиі қолданатын деректерін сақтап отырады. Процессор мен RAM арасындағы өңдеу жылдамдығын реттейді. CPU RAM-нан ақпаратты сұрамас бұрын кештен сол ақпаратты сұрайды, яғни іздеп көреді. Егер ол ақпарат кеш ішінен табылмайтын болса, ол ақпаратты процессор RAM-нан іздейді. Қазіргі кезде кеш жады микропроцессор ішінде орналасады. Кеш 3 деңгейге бөлінеді. Бірінші 816 килобайт, екіншісі 64-256 килобайт және одан да жоғары, үшіншісі 8 мегабайт. Сыртқы жады ақпаратты ұзақ уақытқа сақтауға арналған құрылғылар. Олардың 3 түріне тоқталайық. Біріншісі қатқыл диск, сыйымдылығы үлкен ақпаратты сақтаушы құрылғы. HDD, Hard Disk Drive, компьютердің негізгі есте сақтау құрылғысы болып табылады. Магнитпен қапталған бірнеше металдан не шыны дискілерден тұрады. Оптикалық диск түрлері: CDR, CDR-V, DVD-R, DVD-RV. Компьютер дискілерді диск жетек арқылы оқиды. Диск R форматта болса, оған ақпаратты тек бір рет қана жазуға болады. Ал диск RV форматта болса, оған ақпаратты бірнеше рет жазуға болады. Флеш жады жазылған мәліметтерді есте сақтай алатын микросхема чип. Кез келген компьютерлерде не цифрлы фотокамералар мен смартфондарда қолданылады. Магниттік не оптикалық диск жетекке қарағанда энергия аз жұмсайды. Сонымен, компьютер жады CPU мен қалай жұмыс істейді? Келесі суретте ROM, RAM, CPU, процессор, hard drive, қатқыл дискі берілген. Ортадағы берілген сурет ол тоқ көзі. Егер компьютерді қосатын болсақ, ROM ішіндегі BIOS программасы CPU-ға жүктелінеді. CPU компьютер құрылғыларын тексеріп, компьютердің операциялық жүйесін таңдауға мүмкіндік аламыз. Одан кейін барып, сол операциялық жүйені қатқыл дискінен CPU RAM-ға жүктеп, және ашылған программалардың барлығын RAM арқылы өңдеп, компьютер жұмысын жалғастырады. Егер сіз кез келген өзгерісті сақтағыңыз келсе, ол hard drive, яғни қатқыл дискіге сақталып отырады. Ал егер компьютер тоқ көзінен өшетін болса, Read Only Memory, ROM ішіндегі BIOS программасы өзгеріссіз қалады. Яғни оның ішіндегі программа өзгерілмейді, өшірілмейді. Ал RAM ішіндегі ақпараттар, деректер жойылады. Яғни RAM ішінде ешқандай ақпарат сақталмайды. Ал егер сіздер
бүкіл ақпараттарыңызды. Компьютер жұмыс барысында сақтаған болатын болсаңыздар, ол hard drive, яғни қатқыл дискіде сақталынады.